Сонда осы жаңағы спрей, нектар, менің сол 6 жылдық хронический пневмония, оны мен больницеде жазылған, укол салған, жазылып кеттім деген. Енді больницедегі врачтар айтады, сенде бұл бәрібір қалады, хронический болады дейді. Бұл толық жазылмайды дейді. Соның барлығын мені бір тәулік бойы мынау менен солай шығарып тастап, өкпемнің бәрін тазалады. Қақырығын да түсірді, ақ көктерін бәрін осы өкпем ашылды. Содан кейін тағы да қандай? Менің өз басымда, мына менің арқамда бір күні есікті осы бір апта өтіп кетті, бір 7-8 күн өтіп кеткенде ашып қалған кезде арқам тырс ете қалды. Мен айтам, омыртқаларым барлығы жаңағы қозғалып ірікке келіп жатырмын, не болды деп. Сосын былай жаталайын деп жатқанда тағы. Мына біздің қолымыз былай осылай шылтырлайды ғой, осылай шылтырлайды. Сосын екінші күні байқағанымда сол жағым. Сонда мына жауырыным екен, жауырынымның асты осылай. Сосын Гүлмира болатын айтты, мен осылай болып жатыр дегенде, сенің хронический остеохондроз, сенің арқан тұзы солар тазаланып жатыр, сол ашылып жатыр деді. Суставтардың. Сол ашылып жатыр деді. Өйткені мен оны өзім жаңа сезбес едім, сезер едім, мен тірек қимыл ғой. Қимылда ол қозғалыс болады, сонда ол тырсылдап отырғаны солай болды. Ал мен бұрынғыда хэппинесте болған кезде мен іштім бәрін, жазылып